Жазира Жайылғанқызы Аяружан тігін орталығының басшысымын. Біздің мекемеміз Арал индустриялық техникалық колледжімен бірлесе жасап отырған жұмысымызбен қысқаша бөлісе кетейін. Бүгінде елімізде экономикалық жұмысшы мамандықтарына, әсіресе тігін, сән және дизайн мамандықтарының маңызы өте зор. Өндіріс нарығында сұранысқа ие білікті тігіншілерді даярлау мақсатында біз колледжбен ұзақ мерзімді әрі сенімді әріптестік орнаттық. Бірінші кезекте біздің ұйым мен колледж арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандум жасалған. Осы құжат негізінде колледж студенттері біздің өндірістік цехтарда кәсіби тәжірибені өтеді. Бұл олар үшін тек теориялық білім емес, нақты практикалық машықтарды үйретуге үлкен мүмкіндік. Тігінші мамандығы бойынша практикадан өтіп жатқан студенттер өндірістік процестермен, заманауи тігін құрал жабдықтарымен және шеберлік әдістерімен танысады. Сонымен қатар өздерінің шығармашылық әулетін де дамытуға мүмкіндік алады. Колледжде жыл сайын өткізіліп отыратын World Skills чемпионатында біздің мекемеде кәсіби шеберлер, технологтар мен дизайнерлер, тәлімгер әрі сарапшы ретінде қатысады. Бұл студенттерге кәсіби бағыт-бағдар беріп, бәсекеге қабілетті болуына үлкен әсерін тигізеді. Колледжді тамамдаған бірқатар түлектер бүгінде біздің мекемемізде тұрақты жұмыспен қамтылған. Олар жауапты, ұқыпты әрі кәсіби тұрғыдан дайындалған мамандар ретінде өздерінің жақсы қырынан көрсетіп жүр. Жас мамандарды қолдау біздің басты мақсатымыздың бірі. Біз колледжбен арадағы әріптестігімізді жоғары бағалаймыз. Бұл еңбек нарқына дайын бәсекеге қабілетті тігін мамандықтарын даярлаудағы тиімді жолы. Болашақта бірлескен жобаларымыз жалғасын табады деп сенемін. Мен Раденқызы Дима, Арал индустриалды техникалық колледжінің 2023 жылғы түлегімін. Колледжді оқып жүріп, өз мамандығым бойынша тәжірибеден осы Аяружан тігін орталығына өттім. Сол алған біліміммен осы Аяружан тігін орталығына жұмысқа қабылдандым. Қазіргі мамандығым бойынша жасап жатқан ісім өзіме қатты ұнайды. Осы жолда бағыт-бағдар берген ұстаздарыма алғысым шексіз.